Қазақстан балаларының әрқайсысы $129 алды. Қазақстан Республикасының ұлттық банкі балаларға арналған ұлттық қор бағдарламасы бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына 18 жасқа дейінгі балаларға арналған кезекті нысаналы талаптардың есептелгенін хабарлайды. Ұлттық банктің хабарлауынша, балаларға арналған ұлттық қор бағдарламасы аясында әрбір баланың есеп шотына $129,38 түскен. Бағдарламаға қатысушылардың жалпы сомасы $888,8 миллион құрады. 2024 жылдың соңында бағдарламаға қатысушылардың жалпы саны 6.921.035 баланы құрады. Алғаш рет балаларға арналған ұлттық қор бағдарламасына мақсатты талаптар 2024 жылы есептелді. Әр балаға $100,52 бөлінді. Бұл талаптар Қазақстан үкіметінің 18 жасқа дейінгі балалар ел азаматтары алдындағы міндеттерін білдіреді. Есептеулердің жылдық сомасы ұлттық қордың валюталық активтерінің көлеміне және оның ұзақ мерзімді инвестициялық кірісіне тікелей байланысты екенін түсіну маңызды. Олар жыл сайын ұлттық қордың ұзақ мерзімді инвестициялық кірісінің жартысынан қалыптасады. Сонымен қатар, өткен жылдары балалардың шотына жинақталған қаражат бала 18 жасқа толғанға дейін ұлттық қордың қоржынына салынуы және қосымша табыс әкелуін жалғастыруда деп хабарлады ұлттық банк. Бағдарламаның 2 жылындағы жалпы жинақталған сома бір балаға $232,94 құрады. Ұлттық банк тиісті ақпарат 31 қаңтарда электронды үкіметтің Негов Мобайл мобильді қосымшасында және де kids.enpf.kz сайтында қолжетімді болады деп уәде береді. Қазіргі уақытта жеке кабинеттердегі түсімдер туралы ақпарат жаңартылған жоқ. 2024 жылдан бастап Қазақстанда балаларға арналған ұлттық қор бағдарламасы жұмыс істейді. Оған сәйкес ұлттық қордың жылдық инвестициялық кірісінің 50% мерзімінен бұрын алу құқығынсыз 18 жасқа дейінгі балалардың арнайы жинақ шоттарына аударылады.